Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен мамай шай деп аталатын ұйғыр тағамын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға суымызды құйып, оған жұмыртқа, тұз, қант және де ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамыр осындай жұмсақ болуы керек. Оның үстіне аздап сұйық майды құйып, жан-жағына жағып, 1 сағатқа тындырып қоямыз. Содан соң етімізді 2 сағаттай қуырып, оның үстіне жуамызды салып, жақсылап 2-3 минуттай қуырып аламыз. Содан кейін сәбізімізді, сарымсағымызды және де қызанақ пастасын салып, 2-3 минуттай жақсылап қуырып алатын боламыз. Содан соң көкөністерімізді салып, үстіне азғантай су құйып, бетін жауып қоямыз. Енді қамырымызға кірісетін боламыз. Қамырымызды алып 12 бөлікке бөлеміз. Мантаваркамызды майлап алатын боламыз. Осылай дөңгелектенген нанның ортасына майды жағып, видеода көрсетілгендей форма жасаймыз. Менде осы рецептен 12 қамыр шықты. Оны мантаваркаға қойып, 25 минуттай қайнатып аламыз.
Біздің тағамымыз дайын болды, ол өте дәмді шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.